түсіріп отырсыз ба? Иә? Баса кеттіңіз уже? Иә, осы тұрғанда қостым. Сен түсіріп жатыр деп ойлама. Сен баса тұр деп ойла. Болды ғой, мынандай кітап қойған өзі. Көрініп тұрған жоқсың ғой, көрінбейді. Көрінбейді. Қалдайымыз. Бірінші сөйлем, оқы. Бірден нағашым оқ тиген киттің жаралы лағын тауып алған екен. Тауып алған екен. Баяндаушы қайда? Тауып алған екен. Дұрыс. Тауып алған екен. Қандай баяндауыш дейміз? Не істеді? Иә, не істеді? Неше сөзден тұр және қандай баяндауыш дейміз? Үш сөзден тұр, иә? Тауып алған екен. Яғни қандай баяндауыш болады үш сөзден тұрса? Күрделі баяндауыш дейміз, иә? Ары қарай. Енді осының бастауышын табамыз. Тауып алған екен. Бірден нағашым оқ тиген. Енді баяндауыш арқылы бастауышқа сұрақ қоямыз. Бастауышқа. Тауықтың. Жоқ, ненің киттің болады ғой? Тауып алған екен. Кім тауып алған екен? Нағашым. Нағашым. Яғни не болады? Кім? Не болады кім болсаң? Кім болады екен сұраға? Кім деген сұраққа жауап беретін қандай сөйлем мүшесі? Бастауыш, дұрыс. Бастауыш. Бірде. Сұрақ қойыңызшы. Бірде. Қашан. Дұрыс, қашан? Бірде. Ол не болады? Бастауыш. Қашан. Тоқтауыш емес апай? Қазір не тұрмайды. Анықтауыш. Абай баяндауыш қой? Ойбай, баяндауыш сөздің басында тұра ма? Қашан деген ненің сұрағы? Мезгілді көрсетіп тұр. Пысықтауыш. Жоқ. Толықтауыш. Ой, пысықтауыш. Дұрыс. Апай. Пысықтауыш. Қашан? Бірде. Оқ тиген. Онда баяндауыш болмай ма абай? Жоқ қой, баяндауыш болмайды. Оқ тиген дегенге сұрақ қойшы. Оқ тиген. Анықтауыш. Иә, қандай оқ тиген? Киттің дегенге сұрақ қоямыз. Киттің. Кімге? Жоқ қой, киттің. Кімді? Тоқтаушы екен білем абай бірақ. Тоқтаушы емес. Ненің? Пысықтауыш. Анықтауыш. Анықтауыш. Дұрыс. Жаралы. Жаралы. Қандай? Дұрыс. Қандай? Не болады? Анықтауыш. Лағын. Бұл да талданады, иә? Не болады? Бұл да талданады ғой. Талданады әрине, талданбайды жоқ. Тоқтауыш.
Дұрыс, тоқтауыш. Тоқтауыш екенін қайдан біліп тұрсың? Кімді? Бұл жерде тап септігінде тұр, иә? Деген. Өзі тоқтауыш екен, бастау баяндауыш ма септі? Өзі тоқтауыш деп тұр, баяндауышқа сызған ше. Бірінші сөйлем бітті, екінші сөйлем. Лақты үйге әкеліп, ал қарағым, мына жаралы киіктің лағын өзің қамқорлығыңа аларсың деп маған тапсырды дейді. Лақты, бұл тоқтауыш апай? Бірінші нені табамыз? Бастаушты. Баяндауыш. Баяндаушты табамыз. Баяндауыш қайда тұрады? Үйге әкеліп болмай ма? Үйге әкеліп не істеді? Маған тапсырды апай, не істейді? Жоқ, маған дегенді алмайсың, тапсырды дегенді аласың ғой. Не істеді, тапсырды. Ал? Бар ма тағы баяндауыш? Иә. Үйге әкеліп жатыр. Иә, әкеліп. Жата ма? Сөйлемнің аяғында тұр, иә, әкеліп. Тағы да? Бар ма қазір? Аласың. Дұрыс, аласың. Бар ма көп апай? Болды ғой. Иә, енді бастауыштарды табамыз, баяндауыш арқылы. Лақты үйге тоқта аласың. Лағын. Лағын деген не болады? Кім? Жоқ, лағын. Ол жаңа не қойдың деп. Сен қойған сұрағын қалмыш. Лағын деген не қойдың білмеймін. Жазбай Лақты, қазір есіме тұрмайды. Кімді? Кімді лағын. Не болады? Тоқтауыш. Тоқтауыш болады. Қақты ғой, қақиды. Үйіне бастауыштауын керек, лақты. Апай, не бастауыш болады ғой, біз тоқтауыш. Дұрыс, мені лақты. Лақты не сөз өтін ғой. Үйге дегенге сұрақ қойш? Қайда? Не болады? Бастауыш. Баяндауыш. Қазір есіме тұрам апай. Пысықтауыш емес па? Пысықтауыш. Бірден үйренейін депсің ғой дейір. Сабір, қалай? Дұрыс. Апай, салман жүр ашыға. Ютубта жүрмейді мен деген. Видеоға түсіріп аттым десем? Бөлі. Ал қарағым. Қарағым дегенге қандай сұрақ қоямыз? Жанымыз. Қарағым. Кім? Не болады? Кімді? Тоқтауыш. Кімді деген сұрақ тұрсыз ба? Кім деген нені сұрағы? Бастауышты ма? Енді отырсын. Кімді деп атым апай? Кімді емес қой? Қарағымды деп атқан жоқ қой. Мына қарағымды алып келіңдер деп атқан жоқ қой, қарағым деп атыр ғой. Мына. Қандай сұрақ қоямыз? Мына. Қандай деп? Қайсы? Мынау, иә? Ол не болады? Дұрыс, анықтауыш болады. Неге қорқып тұрсың? Жаралы. Қандай? Не болады? Анықтауыш. Дұрыс. Киіктің. Ауылда анықтауыш. Дұрыс. Үш сөзден тұр, қандай анықтауыш? Күрделі анықтауыш. Ары қарай қамқорлығыңа. Қамқорлығыңа. Не? Қандай деген ой апай? Жоқ, қамқорлығыңа. Соңында тұрған жалғауына мән берсең, бірден табасың. Деген сөз бар ма не? Жалғау сөз емес. Пысық тауыш, или тоқтауыш? Қайсысы? Екеуін біреуін. Пысық тауыш деп ойлаймын. Мен пысық тауыш болса, жалғауына мән бер деп айтпайтын едім ғой. Пысық тауыш та бар еді апай? Тоқтауыш? Тоқтауыш болады. Өйткені қамқорлығыңа. Қай септікте тұр? Қамқорлығыңа деген. Қай сөз септеліп жатыр? Қай сөз? Сөз ба? Қай сөз септеліп жатыр? Қамқорлығыңа. Қамқорлығы деген сөз септеліп жатыр. Атау септігінде қамқорлығы, ілік септігінде қамқорлығының, бар септікте қамқорлығыңа. Бар
бас етіп кетір. Демек, ол толық дауыс болады екен. Не алды деп маған деп Деп не алмайды. аласың деп. Аласың деді. Баяндауыш болады ғой. Аласың деген сөз бар екен апай. Аласың дегенде баяндауыш қылып қой. Деп дегенді бірге. Аласың деді деп аяқтауға болады. Сондықтан ол да баяндауыш. Маған дегенде сұрақ қойшы. Кімге? Не болады? Тоқтауыш. Дұрыс. Өзің. Кім? Өзің. Иә, дұрыс. Кім өзің? Ол не болады? Бастауыш. Дұрыс. Бітті ма? Екінші сөйлем. Үшінші сөйлеміңді оқи ғой. Кішкентай ғана лақтың көзі жәудіреп, айналасынан үрке қарайды. Өзі дір-дір етеді. Қандай сөйлем? Күрт сөйлем. Иә. Бір емес, бірнеше жай сөйлемнен тұратын құрмалас сөйлем екен. Иә? Бірінші жай сөйлемі қайсы? Кішкентай? Кішкентай ғана лақтың көзі жәудіреп. Кішкентай ғана лақтың көзі жәудіреді деген сияқты бір сөйлем алуға болады, иә? Сөйтіп талдап көрейік. Баяндауыш қайсы? Жәудіреп. Не болады? Не болады? Не істеді? Ол не болады? Баяндауыш? Дұрыс, баяндауыш болады. Басым істеп жатыр. Иә, сол. Бастауышы қайда? Кімнің көзі жәудіреді? Лақтың. Кімнің лақтың? Ол не болады? Кімнің? Тоқтауыш? Кімнің? Кімнің апы? Бастауыш ба? Жоқ, кімнің? Лақтың? Ол не болады? Тоқтауыш? Жоқ, не тоқтауыш болады? Анықтауыш ба? Анықтауыш болады да. Іліксеттіңде тұр ғой. Ал қызамыз. Көзі дегенге сұрақ қойшы. Көзі. Несі? Несі деген нені сұрағы? Мынандай. Бастауыштық. Дұрыс, бастауыштың сұрағы. Сатасып кете ма деп, сатасқан жоқсың. Кішкентай ғана. Қандай? Дұрыс. Не болады? Анықтауыш. Анықтауыш болады, дұрыс айтады. Мынау таңдана ма? Бірге ала берейік. Қандай кішкентай ғана? Негізі суал қолданылса да болады, бірақ әдемі тұр. Ал енді келесі жай сөйлеміміз айналасына үрке қарайды. Қарайды. Баяндаушы қайда? Қарайды. Дұрыс. Айналасына. Несі? Айналасына. Қандай? Жоқ. Қалай сұрақ қоямыз? Айналасына. Неге? Жоқ, айналасына. Апай бұл да Апай бұл да тоқтауыш болмай ма? Жоқ, тоқтауыш болмай. Нені білдіріп тұр айналасына дегенде? Не болады сонда? Пысықтауыш болады. Мекен пысықтауыш болады, мекенді көрсетіп тұр. Нүктелері бар ма? Үрке қарайды. Үрке дегенге сұрақ қойшы. Қалай? Қайда? Жоқ, үрке. Неге? Жоқ, үрке. Үрке. Үрке деген не деген сөз? Үрке деген. Бірінші естідім апай шынайын. Ойбай, қорқып дегендей мағына ғой. Үркіп қалды, қорқытып, үркітіп демей ма? Сондай тоқтауыш болмай ма, иә? Ақтауыш. Сұрақ қойсай. Қорқып қарайды десе мысалға, ал соған қандай сұрақ қоямыз? Несі? Жоқ, қалай қоямыз сұрақты? Үрке, үркіп, қорқып дегенге қандай сұрақ қоятын едің? Несі? Жоқ, ондай емес. Қандай сұрақ қоямыз? Не деді? Жоқ. Қандай сұрақ қоямыз? Мысалға, қар жапалақтап жауды дейміз. Сонда жапалақтап дегенге қандай сұрақ қоятын едің? Қандай? Айтшы, жапалақтап жауды қандай сұрақ қоясың? Қалай дейсің? Мына қандай сөйтіп қойын керек? Сонда не болады? Қалай болса? Қалай дегеннен сұрағы? Пысықтауыштың сұрағы ғой. Сондай ма не? Иә, пысықтауыштың сұрағы. Бай, бір аты
айтпаған нәрсеңді айтпай тұрсың ғой, қорқып тұрсың ғой. Өзі дір-дір етеді. Баяндаушы қайда? Етеді. Етеді. Кім дір-дір етіп жатқан? Өзі. Өзі. Не болады? Бастауыш болады. Алды тамына ма? Өзі. Тұра берсін абай. Дір-дір етеді. Ол не болады? Ол да баяндаушы. Дұрыс. Мен де әлі бөліп жатырмын ғой. Біледі ма, білмейді ма деп. Сөйтсе ол да баяндаушы болады дейді. Дұрыс. Ал, бітті талдадың. Қайсынан қате кетті? Өзіңе талдатқан жоқпын да, мен қосылып талдап кеттім, сосын білмей қалдық қой ғой. Бірақ болады.